Қазақстан мен Қытай арасындағы ғылым жас ғалымдардың тағылымдамалары мен тәжірибе алмасу мүмкіндіктері жөнінде Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің халықаралық қатынастар факультетінің профессоры Айман Азмуханова былай дейді. Осы қанша жылдан бері, 10 жылдан асты, былтыр 10 жылдығын атап өттік. Енді осы сондай үдеріспен, жақсы дамуменен бір жол бір белдеу стратегиясы жүзеге асып келе жатыр. Әр жақта осы екі елдің басшыларының кездесуі, жаздағы кездесу, Си Цзиньпиннің келуі бізге, президентпен арадағы достық қарым-қатынас өздерінің біздің Қазақстанды ерекше сондай жақсы көретіні өте қазақстандықтарға біздерге өте сондай үлкен әсер қалдырды. Осы келу барысында үлкен программамен арнайы дайындалып келгені біздің Қазақстанның болашақта дамуына, соның ішінде технология жағынан, білім, ғылым мәселелері бойынша алға үлкен міндеттерді қоюы бізді әрине қуантады. Оның үстіне біз жоғары оқу орнында болашақ мамандарды, Қытай танушыларды, шығыс танушыларды, халықаралық қатынастармен айналысатын үлкен мамандарды дайындайтын болғандықтан, Қытай Республикасының жалпы қойып отырған, Қытай Халық Республикасының жалпы қойып отырған міндеттері, үлкен сенімдері, халықаралық аренадағы сенімдері әрине үлкен назар аудартуға тұрады және қуантады. Жалпы Қазақстан үшін, біз үшін қандай перспективалар бар? Біздің университетте 22 елден 22 университетпен, кешіріңіз, Қытайдың университетімен нақты меморандумдар жасалып, араласып бір-бірімен алмасу дейміз ғой, яғни студенттер алмасу, мұғалімдерді бізге келіп 100-ден астам мысалға студенттер бізде Еуразия ұлттық университетінде оқыса, Лев Николаевич Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде оқыса, ал біздің Қазақстаннан барып оқып жатырғандар тіпті биылдың өзінде 1000-нан астам гранттың бөлінуінің өзі Қытайдың сондай қызығушылықтарынан, яғни жастарда тілді ғана емес, нақты профильный мамандық дейміз ғой, нақты мамандыққа қатысты білімді игеру үшін сол Қытайға барып, Қытайдың студенттерін біздің елдегі университеттер оқытып, білім алғызып, одан басқа, мысалға, онда тағы да бір үлкен назар аударатын нәрсе бізде орталықтардың ашылуы. Яғни ғылым ізденіс бойынша, ғылыми бағыттар бойынша нақты орталықтардың ашылуы. Яғни онда Нанкин университеті болсын, Медзи университеті болсын, өте көп университеттермен айтып отырмын ғой, 22 жоғары оқу орнымен тікелей байланыс салып, олардан біз мұғалімдер бізге келіп сабақ беруге, болмаса енді болмаса біздің мұғалімдер сол жаққа барып, тіл мәселесі бойынша да осы тілге байланысты. Біздің Еуразия ұлттық университетінде жалпы арнайы халықаралық қатынастар факультетінде мен жұмыс жасайтын. Сонда шығыстану деген кафедра бар. Сол шығыстану кафедрасында 5 тілдің ішінде Қытай тілі ерекше, сол Қытай тілі. Мысалға, алдыңғы жылдармен қарағанда, биылғы жылғы набор баланың, яғни абитуриенттердің келуі дейміз ғой, оқуға 3 есеге артты. 3 топ аштық. Бұрын бір топ қана ашатынбыз. Себебі басқа да тілдер бар ғой. Парсы тілі бар, араб тілі бар, корей, жапон тілдері бар. Соның ішінде, мысалға, Қытай тілі биыл тіпті 3-4 группаға дейін берді. Одан бөлек бізде арнайы филология факультетінде Қытай кафедрасы бар. Таза Қытай тілін үйрететін. Бізде шығыстануда Қытай тілі және Қытайдың, тек қана Қытайдың емес, жалпы шығыс елдерінің дипломатиясымен, халықаралық қатынастарымен мамандарды дайындаймыз. Жалпы бұрынғыға қарағанда, осы бізде тағы да бір айта кететін, 2006 жылдан бері біздің Еуразия ұлттық университетінің жанында Конфуций институты жұмыс жасайды. Ол жерде де біздің студенттеріміз бар, бұл жерде тіл, яғни сабақтарын қосымша өтеді. Одан басқа ол жерде тағы да бір әртүрлі мастер-класстар ұйымдастырылады.